Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзім жаңа жылдық дастарханға жасаған бисквитті рулеттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бисквиттің құрамында фисташка пастасы бар, сіздер оны қоспасаңыздар да болады. Рулет шынымен де өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ингредиенттердің барлығы бөлме температурасында болуы тиіс. Ең алдымен сүт, сұйық май, фисташка пастасын араластырып блендермен езіп аламыз. Менің пастамның құрамы осылай қою болғандықтан езіп жатырмын. Егер сіздердікі сұйық болса, жай ғана венчикпен араластырсаңыз болады. Миксердің ыдысына 4 орташа жұмыртқа, шым-шым тұз, қант салып, төменгі жылдамдығынан бастап біртіндеп көбейте отырып араластырамыз. Жұмыртқамыз 2 есе ұлғайып көпіруі қажет, және ағарып көпірген соң енді осыған жаңағы фисташка пастасын ақырындап 3-4-ке бөліп қоса бастаймыз. Барлығын толық араластырған соң, бұны мен ыңғайлы ыдысқа құйып аламын. Ұнға қопсытқышты салып араластырып 2-3 бөлікке бөліп саламын. Төменнен жоғары қарай біртіндеп араластырамыз. Ұнның түйіршіктері қалып қалмас үшін миксердің төменгі жылдамдығында араластырып аламын. Қамырды табаға жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 150 градуста конвекция режимі асты-үстін қосып, шамамен 15 минутта пісіріп аламыз. Бисквитті ыстық күйінде бірден пищевой пленкамен жауып қоямыз. Салмасына мұздатқышта тұрған қайнамаған таңқурай вареньесін қосамын. Бұл қайнай бастаған сәтте кукуруз крахмалын қосып, үзбей араластырып тұрамыз. Крахмал қосқан жері менде видеоға түспей қалыпты, сіздер ұмытпай қосыңыздар. Біртіндеп қоюлана бастайды, тоқтамай орташа отта араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қоюланады, оттан алып толықтай суытамыз. Кремін дайындайтын боламыз. Кез келген мұздай суық творожный сыр және 33-35% кілегей қосамыз. Және сахарная пудраны салып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, біртіндеп жоғарғы жылдамдыққа дейін көбейте отырып миксерлейміз. Видеода көрсеткендей қоюлануы тиіс. Суыған бисквиттің пленкасын алып тастаймыз, және де бетіндегі өте жұқа бөлігін қолмен алып тастаңыздар. Бисквитті келесі таза пергаментке аударып аламыз. Бисквиттің сынбауы үшін және құрғақ болмауы үшін пропитка жасаймыз. Мен тек сүт қана қостым. Егер тәтті болған қаласаңыз, қант қоссаңыз да болады. Жаңағы дайындаған кремді жағып шығам, және осы кремнен оформление жасау үшін кішкенесін алып қалдым. Және салмасына бағана өзіміз дайындаған таңқурайды қосамын. Қалауыңызша кез келген жаңғақты қоссаңыз да болады. Енді ақырындап пергаменттің көмегімен ораймыз. Оралған рулетті кемі 5-6 сағатқа немесе мен секілді кешке жасап қойсаңыз ыңғайлы болады. Және де тоңазғыштағы басқа иістер сіңіріп алмау үшін сыртынан пленкамен орап қоямын. Кремі толық сіңген рулет оңай кесіледі. Айтпақшы, мен бірінші кесіп алып, содан кейін барып кремін жақтым. Өздеріңіз ыңғайларыңызға қараңыздар. Және де бетіне фисташка ұнын сеуіп шықтым. Артылған кремнен және де жаңағы таңқурайдың вареньесінен қолымнан келгенше безендіріп шықтым. Ал достар, сонымен рулетіміз дайын болды. Егер де видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар.